Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін тізенің ауруын үй жағдайында қалай емдеуге болады, соны айтатын боламын. Тізе ауруы жаста да егделерде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай ұқалап отыратын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Жарақат алғанда, тізенің буыны шығып кеткенде, тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, сіңір зақымдалғанда, артроз бен артрит және тұз байлануда тізе қақсап ауырады. Тізенің ауруын үй жағдайында қалай емдейміз? Ол үшін мен сіздерге 3 кеңес беремін. Бірінші кеңес: 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындау тәсілі: алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз, оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтаймыз. Егер блендер жоқ болса, қолдың көмегімен ұнтақтауға болады. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Біркелкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты холодильникте сақтау керек. Дайын болған қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын біраз қасықтан қабылдайсыз. Бір аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып қуаттанады. Екінші кеңес: фольгада өз кезеңінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйықтар алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн қайталасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес: егер тізеңіздің айналасы ісініп ауыра басыса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабағынан тазартып, блендермен ұсақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын жеріне де жағуға болады. Біркелкетіп жағып болған соң сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Енді түнде жатар уақытта жүргізіңіз. Осылайша таңға дейін қалу керек. Бұл емді 1-2 рет жасағаннан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Достар, сіздерге егер бұл видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.